Сәлем, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен үй жағдайында бетті нәрлендіретін, жасартатын, әжімді кетіретін керемет маска дайындаймыз. Зығыр дәнінде бет терісіне пайдалы көптеген антиоксиданттар мен омега-3 және омега-6 бар. Бұл масканы дайындау үшін бізге алдымен зығыр дәні керек. 2 ас қасық зығыр дәнін ыдысқа салып, үстіне 1 шыны ыдыс су құйып, жай отта 10 минутқа қайнатамыз. Зығыр дәнін қайнатқанда ол қоймалжың қалыпқа түсу керек. Қоймалжың қалыпқа түскеннен кейін сәл суытып, марлымен сүзіп аламыз. Бұл дайын болғаннан кейін екінші қоспамыз күрішті аламыз. 2 ас қасық күрішті салып, үстіне 1 шыны ыдыс су құйып, бұны да отта 10 минутқа қайнатамыз. Бұл езіліп піскенше қайнатамыз. Езіліп піскеннен соң блендермен езіп аламыз, біркелкі қылып. Күріштің бойында да көптеген витаминдер бар. Беттің ағаруына, әжімді кетіруге, нәрлендіруге көптеген пайдасы бар. Күрішімізді езіп болған соң, ыдысқа кішкене салып, үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл кезде сіздің күріш езбеңіз жылы қалыпта болу керек. Крахмал жақсы араласуы керек. Жүгері крахмалының да бет терісіне көптеген пайдасы бар. Әжімдерді кетіріп, бетті тегістей түседі. Құрметті көрермендерім, видео көріп отырып, лайк басып, каналға жазыла кетіңіздер. Егер де рецептің ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Крахмал мен күріш жақсылап біркелкі болып араласқан кезінде жасап қойған зығыр желесін осы жүгері крахмалына қосып, бәрін араластырамыз. Жақсылап бұны да біркелкі қылып араластыру керек. Бұндай табиғи маскалардың біздің бетімізге ешқандай зияны болмайды. Тек қана егерде сіздің осындай бір компоненттерге аллергияңыз болмаса болды. Егер де аллергиям бар деп ойласаңыздар, қолдарыңызға жағып аллергияны тексеру керек, бар ма, жоқ па деп. Енді осы дайын болған кезінде күнделікті бетімізге, мойнымызға жағып 30 минутқа қойып қоясыздар. 30 минуттан кейін салқын сумен жуып, бетіңізге нәрлендіретін крем немесе миндаль майын жағып қойсаңыздар болады. Бұл масканы ұзақ сақтау үшін 1 шыны ыдысқа беті жабылатын банкалар болса да жақсы. Тоңазытқышқа салып қойып сақтасақ болады. Тоңазытқышта 1 апта бойына сақтауға болады. Одан кейін күнделікті жағып, қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға жағып, осы маскалармен күтім жасасаңыздар болады. Ал енді, құрметті көрермендерім, сіздер қандай маска қолданасыздар, сол туралы комментарийға жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.